Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте ерекше әрі өте дәмді болып шығатын базар ханым деп аталатын ерекше бір ораманнан жасайтын боламыз. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецептіні өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. 2 жұмыртқаға тұз, 4 шай кесе су және де 2-3 қасық сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды салып, орташа жұмсақтықта қамыр елейміз. Достар, мен бұл жерде кішілеу 4 зола қамыр елейтін боламын. Егер сіздердің отбасыларыңыз адам саны аз болатын болса, осы рецептінің тең жартысымен жасасаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды пакетке салып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Сол арада картоп пен пиязымызды аршып, дәл видеодағыдай ұзынша етіп пиязымызды тураймыз. Ал картопты үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Пияз бен фарштың үстіне картопымызды салып, тұз бұрышын салып, дәміне қарай сұйық май қосамыз міндетті түрде. Содан соң барлығын жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Осымен біздің арасына салатын салмамыз дайын. Арада бір 10-15 минут өткеннен соң қамырымызды алып, қайтадан жақсылап иін қандырып илеп аламыз да, қамырымызды теңдей етіп 4 золаға бөлеміз. Әрбір қамырды күлшелеп аламыз да, қамырдың барлығын тағы да целлофанға немесе пакетке салып, тағы да 5-6 минутқа тындырып қоямыз. Сол кезде өте әдемі жайлады. 5-6 минут өткеннен соң қамырымызды алып, әдемілеп жұқалап жаятын боламыз. Қамырды барынша өте жұқа етіп жаюымыз тиіс. Мінекей достар, қараңыздар, менің қамырым өте жұқа болып жайылып шықты. Астындағы дастархан көрінетіндей болды. Енді кезекте қамырды дәл видеодағыдай жинап аламыз да, қамырды мантыға кескен секілді етіп кесеміз, бірақ көлемін үлкен етіп кесетін боламыз. Достар, жаңадан келген оқырман болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда керемет рецепттер болады. Мінекей қараңыздар, қамыр өте жұқа керемет болып шығады. Әрбір қамырымызды жайып аламыз да, қамырдың үстін міндетті түрде сұйық маймен майлап шығамыз. Әрбір қамырдың үстін. Содан соң салмасын салып, салманы әдемілеп жайып шығатын боламыз. Салмасын тым көп салудың қажеті жоқ, достар. Жайып жұқалап салсаңыздар жеткілікті. Содан соң қамырымызды екіге бүктеп, осылай дәл видеодағыдай шет-шетін кішкене басып, біздің ханымымызды дайындап аламыз. Манты қазанға орналастыру барысында әрбір қамырды салғаннан соң үстін міндетті түрде сұйық маймен майлап отырамыз. Әйтпегенде қамырларыңыз жабысып қалуы мүмкін. Қайнап тұрған суға қойып 45 минут шамасында пісіріп аламыз. Сол арада подливын дайындаймыз. Қызып тұрған сұйық майға пиязымызды салып жақсылап қуырып аламыз да, қызанақ пен аскөкті блендерге салып жақсылап езіп аламыз. Достар, егер қызанақ жоқ болса қоспай-ақ қойсаңыздар болады, тек қана томатпен жасасаңыздар да болады. Пияздың үстіне алдымен томатты салып, томатпен бірге бір 4-5 минут шамасында жақсылап қуырамыз да, содан соң жаңағы езіп алған қызанағымызды салып, дәміне қарай тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып, тағы да 4-5 минут шамасында қуырып, содан соң барып 1,5 стакандай су құямыз. Қайнағаннан соң баяу отқа қойып, тағы да 20 минут қайнатып аласыздар. Мінекей достар, 45 минут уақыт өткеннен соң біздің базар ханымымыз пісіп шығады. Тарелкеге әдемілеп салып, бетіне міндетті түрде подливін молынан салып, қасына пияз турап қойып, дастарханға әдемілеп сәндеп ұсынсаңыздар болады. Ас болсын достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше болып шығады, басқа тағамдарға ұқсамайды. Достар, рецепті ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Анаргүл.